Қаламызда жаңа жатақхана тұрғызылуда. Зәулім ғимарат 400 орынға арналған. Студенттер үшін жасалып отырған мекеменің жөндеу жұмыстарына 70-ке жуық қызметкер жұмылдырылған. Бүгінгі күні едендерге бетон құю, су құбыры, желдету және кәріз жүйесі орнатылуда. Құрылыс үшін қазақстандық өндірістің сапалы құрылыс материалдары пайдаланылады. Бұл нысан біздің басқа облыс бойынша басқа нысандар сияқты біздің қадағалауда жаңағы нелер бар, техникалық қадағалау эксперттары бар. Сол эксперттар біздің басқармаға ай сайын отчеттар жіберіп отырады. Сол отчеттар арқылы бұл нысанды біз қадағалауда ұстап отырамыз. Ай сайын өзіміз заң бойынша мониторинг жасаймыз. Келіп, қарап, жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр. Іргелес аумақ жасыл желектермен және тұрақ орындарымен абаттандырылады. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандустар құрастырылған. Жатақханада мемлекеттік грантқа оқитын студенттер тұрады. У нас вообще учатся студенты со всего Казахстана. Только 20-25% из Карагандинской области. Жатақхананың құрылыс алаңында Нұр Отан партиясы мен мемлекеттік құрылыс сәулет орталығы өкілдерінен құралған мониторингтік топ болып қайтты. Оларда құрылыс бойынша ескертулер болған жоқ. Жұмыс сапалы жүргізілуде. Мердігерлер нысан белгіленген мерзімде тапсырылады деп сендірді. Барлығы жаңада жүріп шықтық. Уақытымен жүргізіліп жатыр. Енді осы тамыз айында тапсырамыз деп бас мердігер тамыз айында тапсырамыз деп айтып отыр. Ай сайын бүкіл облыс бойынша барлық нысандарды біз мониторинг жасап отырамыз, және де жаңағы техникалық қадағалау экспертінің отчет арқылы мониторинг жасап отырамыз, то есть каждый ай сайын. Бөлмелер саны 200, барлығы 400 орын. Құрылыс жобасын тамыз айында аяқтау жоспарлануда. Студенттер оқу жылының басынан бастап жаңа 9 қабатты жатақханаға орналаса алады.